Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және мен Денис Әлиханов. Достар, біздің каналда көптен бері видео шықпай кетті. Оның өзіндік бір себептері бар. Мен бүгіннен бастап видео түсіруді қайта қолға алдым. Достар, білетін болсаңыздар, біздің ВКонтактеде өзіміздің тобымыз бар. Білмейтін болсаңыз комментке қалдырып кететін болам. Жазылып тіркеліп алсаңыз болады. Сол топта біраз адамдар сұрақ қойған болатын. Осындай видео түсіріңізші деп маған біраз кеңестерін ұсынған болатын. Мен бүгінгі видеода достар, алдын білетін болсаңыздар, Play Market істемей қалды. Барлық адамдар емес, кейбір смартфондарда Play Market істемей қалды. Мүлдем кірмей, ештеңе жүктелмейді. Осындай жағдайлар болған кезде біз программаны қайдан жүктейміз, немесе қайдан алуға болады Play Market'тегі программаларды. Ол үшін бізге мына программа көмекке келетін болады. Mu App Sharer деген программа. Қатты айтсам кешірім сұраймын, өзімнің ана тілім емес енді. Достар, осы приложение арқылы сіздің телефоныңыздағы кез келген программаларды, кез келген приложенияларды WhatsApp-тан немесе басқа да ВКонтактеден жіберуге болады. Міне, дәл осы жерден кірген кезде осылай шығады сіздерден. Мысалға, бір программаны сіздерге көрсете кетейін. Мысалға, Instagram'да галочка қоямыз. Міне, астындағы не басқаны көрген боласыздар. Дәл осы жерден жібереміз, достар. Достар, бұл жерден Bluetooth арқылы да жіберуге болады. Міне, ВКонтакте деп тұр. Сохранить на диск, дискке де сохранить етуге болады. Достар, тағы бір ерекшелігі, біздің тобымызда біраз адам сұрап жатады. Программаларды CD картаға қалай ауыстыруға болады деп. Дәл осы приложение арқылы флеш картаға да ауыстыра аласыздар. Мына жерде тұрған экспорт to CD карта деп тұр. Осыны басып флеш картаға ауыстыруға болады. Достар, біз WhatsApp арқылы жіберіп көрейік. Міне WhatsApp деп тұр. Осыны басамыз. Дәл осы жерден жіберетін адамды өздеріңіз таңдайсыздар. Басып, мені осылай шығады сіздерден. Астындағы басасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Осы жерден достар 30 мегабайт болса сіздерден загрузка етіп кететін болады. Ол адам 30 мегабайт немесе 100 мегабайт болса соны жүктеп алып установить ете береді. Дәл осылай установить етеді. Ары қарай түсінікті деп ойлаймын, достар. Бүгінгі видеомыз осымен тамам. Қысқа да нұсқа болды. Видеоға барынша көмектеріңізді аямаңыздар. Лайк басыңыздар және де коммент қалдырып қолдай отырыңыздар. Аман саулық күнде кездескенше қош сау болыңыздар.